Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 39-шы сабақ ата кәсіп. Оқушылар, бүгінгі сабақта атақты күріш өсіруші Ыбырай Жақаев туралы аңызды оқимыз. Ыбырай Жақаев күрішті көп егіп, көп өнім алған, рекорд жасаған. Сол еңбегімен 2 рет еңбек ері деген атақ алған, медальдар алған. Күріш туралы сыр. Ақ күріштің атасы Ыбырай Жақаев болған, оның ізбасар інілері болған. Оның бірі Мақсұт Нұрылдаев деген кісі. Ол бала кезінде әкесінің аузынан мынадай бір аңыз естіген екен. Баяғыда сыр өңірі ырысты өлке болыпты. Ақ күріші жайқала өсіп, қамба астыққа толыпты. Халықтың қуанышы Сырдария өзені сияқты тасыпты. Сол ауылда күріш егетін жалғыз қарт кісі бар екен. Ол бір күні ауырып, төсек тартып жатып қалыпты. Сонда әлгі ақсақал ауылдастарын жинап алып, былай депті: «Ау, халайық жарандар, мен асарымды асап, жасарымды жасадым. Ас адамның арқауы деген ғой, ол еңбекпен табылады. Арқауы бос арқан үзілгіш келетінін ұмытпаңдар. Көктем болса мынау келіп қалды. Енді егін егу қажет. Кетпен ұстайтын кім бар? Көзімнің тірісінде қасиетті кетпенімді өз қолыммен табыстайын. Елін асырайтын ер қайда? Барсың ба?» дейді. Ал жиналған жұрт үн-түнсіз қарттар жастарға қарайды, ал жастар ақсақалдарға қарайды. Қарт кісі ашуланады. «Сыр өңірі қамысты келеді, сыр перзенті намысты келеді» дейтін еді аталарымыз. «Намыссыздар ғана қалды ма? Бұларың қалай?» дейді. Тіс жарып ешкім үндемеген соң тірі жан сөйлемейді. Қарт диқан теріс қарай аунап түседі де мәңгілік көз жұмады. Көктем өтеді, жаз өтеді, қыс қаһарына мінеді. Сол кезде қамбадағы ақ күріште таусылады. Ал ала жаздай атқа мініп көкпар шапқанына мәз болып жүрген адамдар не істерін білмей қатты күйзеледі. «Күрішіміз таусылдау, енді не жейміз?» деп уайымдайды. Ақымақтың ақылы түстен кейін енеді дегендей, бәрі де бармағын тістеп, диқан атаның тілін алмағанына өкінеді. Енді жаз шықса, бәріміз де күріш егейік деп келіседі. Осылай аңыз әңгімені Мақсұттың әкесі біткен кезде Мақсұт алысқа қарап: «Әке, мен күрішші боламын» дейді. Содан бері көп жыл өтті. Баяғы ертегінің әсері ме, әлде өзінің таңдағаны ма, әйтеуір Мақсұт агрономдық білім алып шықты. Талай жыл диқандардың күріштен мол өнім алуына көмектесіп, тапқырлығымен, еңбекқорлығымен елін сүйсіндірді. Солай Мақсұт күрішші болды. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.